Ассалаумағалейкум қазақ ел, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контент тамысын десеңіздер, менің осы Айдынбек Қалмұрат атты осы YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, колокольчикті басып қойыңыздар. Ал сіздерге бүгінгі менің ұсынғым келіп отырған шолу ол Maxi скутер. Обзорымызды жалғастыруымыз үшін мопедімізге полный бак жасайық, қанша болады екен. Бәріне қызық болады-ау деймін. Бисмилля. Ой, ё-моё. Мынау қызық екен, кетіп жатыр. Қаншаға құйылады екен. Сәл алыстау ұстап құю керек екен. А то шашырайды екен. Неки полный болды. Көрініп тұр ғой, Так. 1300 теңгеге құйдым. 6 литр 41 грамм. Ал мен барып төлеп келейін. Сосын ары қарай жүрісімізді жалғастырамыз. Не жерде бізде тексере кетейік. До конца тұр ғой, короче. Сонда келесі локацияға біз кеттік. Полный бак жасап алып, осылай трассаға шығып көріп жатырмыз. Менің өзімнің ощущениемді айтайын, мен өзім бірінші рет осы мопед айдап жатырмын. Адреналин береді екен. Мопед скутер, Maxi скутер әмбе жаңа комфорттықта беріп келе жатыр. Көтен айында кәдімгідей толық сыйып отырып келе жатырмын. Ешқандай не жоқ. Қатысы ешқандай бір қиындық көріп тұрған жоқ айдау барысында. Яғни автомат газды басып қана отыра бересіз. Қазір шоқалақтан өтеміз не? Шоқалақты аса көп қатты сезбейді. Бұл комфорттықты береді. 13-ті размер, жол талғамайтындығын береді. Яғни 13-ші размер ше. Қазір бұрылып көреміз енді. Құм міне жер. Қалада кайф, ауылға да барлық жерге кетіп жатыр енді. Сіздер үшін осыны жүріп, Алматыда көрсетіп жатырмыз. Алматыда көктем, жердің бәрі көгеріп жатыр. Осы енді. Мынау алдыңғы лобовойда бір желге, по-любому жел кеп тұрады екен де, енді аса қатты бір рөлде жоқ екен, бірақ сәндік үшін жасалынған. Енді мынау бір бұлайынан биігінен болса, енді әдемі болады да. Ал оған көмекке бізге каскымыздың несі келеді ғой. Көріп тұрғандарыңызға осылай. Қалада, ауылда жүре бересіздер. Комфорт. Тұрған мен айдап келе жатырмын. Жүріс барысында ешқандай бір қиындық көріп тұрған жоқпын. Айнамен артыңызды спокойно көре бересіз. Неки достар, осымен міне Maxi скутерімізді 1300 теңгеге полный бак жасап алдық, 6 литр құйып алдық та. Қаланы аралап, локация Алматы аренаға келдік. Бұл бізде Момышұлы көшесі. Енді айта кететін жайт, бұл енді скутер өзім ощущением бірінші рет айдап тұрмын. Жаңа жүргенде де айттым. Комфорт береді, адреналин береді. Енді бұның өзіндік ләззаты бөлек. Орысша айтқанда кайфы дейді ғой. Кайфы бөлек екен. Қысқаша тоқтала кетейік бұның характеристикасына. Алдыңғы артқы доңғалақтарының размері 13-тік размерде. Алдыңғы және артқы тормоздары дисковый тормозда жүреді. Бізде электронный, мына щиток жағы жартылай электронный, жартылай механический. Яғни кілтті қосқан уақытта бізде мына жақта электронный спидометр, мына жерде километражды көрсетеді, және де қаншамен кетіп бара жатқанымызды үстінде сағаты тұр. Ал мына жерде бізде тахометр, мына жақта бізде бензиннің, яғни көрсеткіш мөлшері жаңағы сағаты дейміз ғой. Алдында осындай кереметтей дизайнда жасалынған лобовойы, алдыңғы жарық шамдары, LED фарлары, неки әдемі жанады осылай. Дәліне білесіне қане поворотникті да жағып көрсетейік. Осындай бұрылма шамдары да осылай жанады. Сигналы да осылай қосылады екен. Енді айта кетсек, бұл да өзімен бірге бізде берілетін комплектациясында енді көп жерлерде айнасы енді өзімен бірге жүреді.
Мына жерде бізде телефон ұстағыш, телефон держатель дейміз, осыны көріп тұрмыз. Және де артында мынандай гофрасын көріп тұрмыз. Гофрасын ашсақ біз, осындай өзінің кілті болады. Запасной мына жерде сигнализациямыз, автозаводымыз бәрі қосылған. Кілтпен осылай гофрасын ашамыз. Және де бізде тағы да қосымша берілетін заттардың ішінде осылай каска кіреді. Ал мынандай касканы енді өзіңізге для себя сатып аласыз да, артқы пассажирге, бауырыңызға, қарындастарыңызға кигізіп қойып, ары бері тасып жүре бере аласыз. Яғни бұл заңда келеді. Басыңызға осындай қауіпсіздік каскасын тағып жүру деген. Енді бізде бұл жерде қосымша кілттер жаңа айтып өттім. Автозавод бар деп айттым, яғни автозаводпен оталдырып көреміз. Мына автозавод пультінің осы бір найзағай суреті бар. Кнопкасы, батырмасы арқылы біз осын заводтай аламыз. Яғни бір рет басамыз, екінші рет. Мына жерде кілтті қара. Кілт сұғылып тұрған жоқ, автозаводпен заводтадым. Таңертең қыздырып кету уақытында. Және де бұны өшіру тәсілі мына пультта, мына құлыпты ашатын, сигнализацияны ашатын батырма бар. Осы батырманы бір рет бассақ болды. Неки мотоцикліміз, мопедіміз осылай өшіп қалды. Бұл автомат жігіттер, ешқандай скорость мотоцикл дегендей переключатель ешқандай болмайды. Өйткені менің алдыңғы видеоларымның бәрі мотоцикл түсіріп келе жатырмын. Аудиториямда сол мотоциклдің адамдары. Ал мопед бұл балаңызға өсіп келе жатқан ары бері ауылда жүргенге бұл енді таптырмайтын көлік. Артында даже адам мінгестіріп тасымалдауға болады. Енді мектеп жасындағы балаларға өте таптырмайтын көлік екен осы макси скутер. Комфорт санатына жатады бұл. Бізде машинада да бар эконом, комфорт, премиум деген сияқты. Бұл комфорт санатында. Ал бұдан да жоғары санатта мопед бар. Ол қандай десеңіз, мен тек қана Қытайдан келіп жатқанды айтып жатырмын. Ал былай сіздер жапондық нелерге мен ол жақта енді қозғауға мен нем жоқ. Өйткені менің аудиториям, менің кәсібім осы Қытайдан осындай тауарларды тасымалдау. Осы мопедтің енді премиум санатындағы мопед ол M-Max. Оны мына жерге қазір фотосын қойып кететін боламыз. Қандай мопед екен. Оны енді бөлек әңгіме бұйырса ол да келеді. Оғанда бізден шолулар шығады. Осы бұл енді бізде макси скутер. Толықтай айттым деп ойлаймын. Өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Қазіргі енді бүгін 7 наурыз, яғни ертең 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Осы мерекемен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге сау, бастарыңызға амандық тілеймін. Осы айтып кететін жол, келесіде қандай мопедті түсірейін, комментарияға жазып кетіңіздер. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп, мопеті бар балаларға осы видеоны жіберулеріңізді сұраймын. Келесіде кездескенше аман сау болайық.